Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге шарлотка деп аталатын өте дәмді алма бәлішінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіз. Керек ингредиенттерді описаниеге жазып қойдым, қарасаңыздар болады. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа жұмыртқаны салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа аздап көпіршіп бастаған кезде үстіне аз мөлшердегі қантты салып, миксермен қант ерігенше араластырамыз. Содан соң екінші жарты қантты салып, тағы да қант ерігенше миксермен араластырып аламыз. Осылай әппақ болып көпіргеннен кейін үстіне ерітілген сары майды құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді ұнның үстіне қопсытқыш салып, оны жаңағы сұйық массаның үстіне 2-3-ге бөле отырып салып, миксермен қою біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырдың үстіне ұсақтап туралған алманы салып, жақсылап араластырамыз. Қамыр мен алма біркелкі масса болуы қажет. Араластырып болғаннан соң диаметрі 22 см болатын формаға салып, бетін тегістеп, осылай жіңішке етіп туралған алмаларды бетіне қойып шығамыз. Алмаларды әдемі етіп қоюға тырысыңыздар, сонда пирог піскен кезде әдемі көрінетін болады. Алмаларды қойып болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минут пісіріп аламыз. Пирог піскеннен соң толықтай суығаннан кейін ғана формадан босатып, үстіне қант ұнтағын себеміз. Қант ұнтағын себу маңызды емес, өз қалауларыңыз бойынша. Осымен біздің шарлотка деп аталатын алма бәлішіміз дайын. Бұл өте тез және де бір жасағаннан сәтті болып шығатын рецепт. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Сіздермен болған қырмызы астарыңыз дәмді болсын.